Бәріне сәлем, сіздер Ago Channel каналын көріп отырсыздар. Тікелей эфирде болжау мүмкін емес. Кез келген нәрсе болуы мүмкін. Оны миллиондаған көрермендер көреді. Қазір біз сіздерге тікелей эфирде болған қызықты жағдайлар туралы көрсетеміз. Олай болса, кеттік. Көбінесе қызықты күлкілі нәрселерді репортаж кезінде өтіп бара жатқан адамдар істейді. Бұл видеода бала репортаждың қасынан өтіп бара жатып, әшейін бетін сипалап өтті. Бұндай қайдан көруге болады? Ал осындай эпиканы басқа жерден көрмейтін шығарсыз. Шынайы сальто. Сіздер әшейін қараңыздар, жігіттік болмаған секілді сауатты сөйлеп, тікелей эфирді аяқтады. Қысты күні репортаждарға неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы, осындай жағдайлар. Ал мұнда ауа райы жүргізуші тікелей эфир кезінде ықыл қасып қалды. Кейбір кезде тікелей эфир уақытында көптеген қызықты жағдайлар сол студияда жұмыс істейтін адамдардан болады. Бүгін сіздер қараңыздар, мынау ниндзя. Репортаждар спорт алаңына барғанда абайлау керек, жан-жағына қарау керек. Егер абайламаса, көріп тұрғаныңыздай болады. Ал бұл репортаж эффектіне болу керек еді. Аяғында қыз өлмекші адамның қолына құлау керек еді. Бірақ өлмекші адам сценарийді дұрыстап оқымаған секілді. Қортысында қыз жерге оңбай құлады. Олай серьезде тұрып интервью беріп жатасың, ал артында адам өліп құлап жатыр. Тікелей эфирде көп таралған қиындықтардың бірі адамдардың кедергі жасауы және күлкілі нәрсе жасауы. Егер сіз репортаждың қасында жігіттер ғана біртүрлі нәрселер көрсетеді десеңіз, сіз қатты қателесесіз. Кейбір кезде осындайлар да болып тұрады. Kan folk igen gå over broen frem og tilbage. Så det er en god nyhed herfra. It would appear that all the parties are pretty much on the same page. Right before the show started, it was pretty easy. You guys having a good time? There it is. Oh my God, reporting there live from central Moscow. According to the FBI, at the location where he dropped his police officer, Dostlar, videonuza like basıp atmış жасап кетіңдер. Қош, сау болыңдар.